Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз моңғол халқының ұлттық тағамдарының бірі цуйван тамағын дайындаймыз. Бұл бізде ұн қуырдағы деп те аталады. Қамырына дәл осы заттар керек: жұмыртқа, су. Оны жақсылап қамырын илеп аламыз. Одан соң пиязымызды, сәбізімізді, молынан етімізді жақсылап майдалап турап, қызып тұрған майға етімізді қуырып аламыз. Менің видеомды қарап отырған болсаңыздар, менің каналыма подписаться етіп, қолдап кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Дәл осылай етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, өте жақсы қуырылып жатыр. Осы кезде пиязымызды салып, оны да аздап қуырып аламыз. Бұл кезде етті қуыру дегенде оны қатты қуырылып қалмасын, қатты болып қалмау керек. Өте жұмсақ болып пісу керек. Мінекей, мен 300 уалы қамыр иледім. Сәбізімізді ұзынша етіп кессеңіз де болады. Сәбізімізді салып, оны да аздап қуырып аламыз. Үш уалы қамырымызды жақсылап жайып алдым, осылай. Осылай табаға кішкене кептіріп алып, кеспеден сәл көлемін жуандау етіп, барлығын турап алдық. Қатты майда етіп кеспедім. Мінекей, мен жартысын жаңағы табаға салып, кеспемізді салып, кішкене бұқтырып алдым, қуырып, одан кейін үстіне аздап су құйып бұқтырып алдым. Ал мына екіншісін кеспені сәл ғана қайнатып алып, жаңағы ет қуырылған салмамызға араластырып бұқтырып аламын. Екі түрлі қылып дайындадым. Мінекей, мынау бізде аздап қайнатылған кеспеміз. Осылай кішкене бұқтырып алдым. Ал мынау бізде табада қуырылған нағыз ұн қуырдағымыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Дәмі ерекше шықты. Ас болсын, достар.